Байқасақ, күннен күнге шаршап жүрген адамдардың саны көбейіп бара жатыр. Адам қай кезде шаршайды? Оның арқалаған жүгі ауыр болған кезде шаршайды. Ондеше біз нені арқалап жүрміз? Біз қазір қажетсіз ақпараттарды арқалап жүрміз. Біз қарап отырмай, анау солтүстік Кореяның проблемасына басымызды ауыртамыз. Ана жақта соғыс болып жатыр екен, ана жақта жаңағы бомба жарылыпты деген сияқты. Өзіміздің шамамыз жетпейтін, өзіміз әсер ете алмайтын, бізге түк қатысы жоқ проблемаларды өз желкемізге қойып алып, содан қорқып, уайымдап, содан өзіміз шаршап, яғни жан-жағымыз қорқынышты болған сайын, біздің өмірімізге сол қорқыныш жақындап келе жатқандай үрейленіп, өзімізді өзіміз шаршатып жүрміз. Сондықтан тағы да қайталап айтам, өзі адам бір нәрсені әдетке айландырса, сол әдет қалыптасады. Егер сіз тек қана жаман жаңалық тыңдап, тек қана жамандықты естіп, жамандықты айтуды, содан қорқуды әдетке айландыратын болсаңыз, өміріңізге жамандық келе береді. Ал енді жақсылыққа сіз фокус жасайтын болсаңыз, жақсылық келе береді. Сондықтан да біз үнемі өзіміздің не ойлап отырғанымызды, не сөйлейтінімізді қадағалап отыруымыз керек.